Құрметті тыңдаушылар, мен дәрісімді әрі қарай жалғастыра беремін. Өткен тақырыпта біз кернеулі күйлердің жеке жағдайларын қарастырып кеттік. Ол жазықтық кернеулі күй. Енді келесі тақырып ол да кернеулі күйді жеке жағдайлар деп айтуға да болады. Ол өзге симметриялық кернеулі деформациялық күй. Біз бұл тақырыпты негізі өзіндікке қалдырамыз. Неге екенін мен қазір түсіндіріп кетейін. Өзге симметриялық кернеулі күй сыртқы күштер симметриялық жүктелген жағдайда пайдаланады. Немесе айналу пішіні бар денелердің кернеулі күйін зерттегенде қолданады. Мысалы, цилиндрдің денені екі плита арасында отырғызғанда немесе домалақ цилиндрлі дайындаманы созғанда және тағы да басқа металдар қысымын өндеу үрдістерінде осы денелердің кернеулі күйін зерттеген кезде тікбұрышты координаты осінің орнына x, y, z ол бізге белгілі. Өткен тақырыптарда оны біз кеңінен пайдаландық. Оның орнына тікбұрышты координат осінің орнына цилиндрлік координат осьтерін қолданады. Кез келген мұнда нүктенің орнын, дене көлемде нүктенің önін цилиндрлік координаты жүйесінде радиус вектор ρ это бұрышымен және z аппликаты координаталарымен анықталады. Және сіздерге өзіндікке қалдырған кездегі жаңағы мен айтып кеткен себебі келесіде, бұл жағдайда алдында жазған кернеу тензорымыз осы қабылдаған координаты цилиндрлік координаты жүйесіне сәйкес келесі тензормен жазылады. Оны біз толық өткенбіз. Тек бұл жерде айырмашылығы бас диагонал бойында нормалды кернеулерді қабылданған цилиндр координатасы жүйесі сәйкес радиалды сигма тетта тангенциалды сигма z өстік деп атайды. Әрі қарай басқадай теңдеулерді өрнектеу алдындағы біз тікбұрыштық x, y, z координаты өстеріне сәйкес дәл осы қабылданған координаты өстері бойында тепе-теңдік теңдеулерін біз құраймыз. Тек бұл жерде элементарлы денеміз келесінің 6-6 суреттегінде етіп қабылдаймыз. Алдында айтып кеткенде ρ бағытында мұны сигма ρ, оған қарама-қарсы жағында шексіз асты денен аяра қашықтығында жағына сигма ρ қосылған айырмашылығына оны біз тікбұрышты координаты жүйесінде кернеулі күйде өткенде толық біз онымен тоқтап кеткенбіз осы сұрақтарға. Дәл осылай цилиндрлік координат өсінде тепе-теңдік теңдеулерін жазамын. Оның ішінде міне дифференциалдық тепе-теңдік теңдеулерін және тағы да басқадай сәйкес теңдеулерін біз алдындағы алынған мәліметтер бойынша соларға сүйемен деп жаза аламыз. Сондықтан біз осы өзге симметриялық кернеулі деформациялық күйін біз өзіндікте сұрақтарыңыз болса, біз тағы да өзіндік жұмысында толық кеңірек тоқтап кетеміз. Ал бүгінгі сонымен мен бүгін осы кернеулі күй нүктедегі кернеулі күй туралы бірқатар дәрістерімді аяқтап отырмын. Қысқаша мен мәлімдеп кететім. Қандай жаңағы соңғысына тоқтап кетсек, алдымен біз тікбұрыштық координата жүйесінде толық қарастырдық. нүктедегі кернеулі күйде тікбұрыштық координата жүйесі x, y, z қабылданған. Одан кейін біз жеке жағдайларына ол жазықтық кернеулік деформациялық соңғы өзге симметриялық кернеулі деформациялық күйін тек айырмашылық тағы да қайтып кетейін деп отырмын сіздерге түсінікті болу үшін. Тікбұрыштық координаты жүйесінің орнына біз бұл жерде цилиндрлік координаты жүйесін қолданамыз. ρ это z
координат жүйесіндегі әсер ететін кернеулерді біз зерттейміз. Сондықтан да біз бірінші үлкен тарау, ол кернеулік күй дегенмен мен аяқтап отырмын, тағы да қайталап кетейін деп отырмын. Сұрақтар болса біз тағы да өзіндік жұмыстарды кеңірек толық тоқтап кетеміз. Ал біз қазір екінші бөлімі немесе тарауға көшеміз. Ол нүктедегі деформациялық күй. Қазір сіздер өздеріңіз байқап отқан шығарсыз, бірінші тарау, бірінші бөлімдегі сәйкестігін. Егер біз бірінші бөлімде нүктедегі кернеулі күй өтсек, мұнда біз нүктедегі деформациялық күйі. Бұл жерде негізгі ұғымдар, негізгі бүгінгі танысатын ұғымдар, ол жылжу, орын ауыстыру дейді, немесе деформация түрлері. Деформация тензоры мына жерде өздеріңіз байқап шығарсыздар, бірінші бөлімдегі сәйкестіктігін және міне Коши формулалары жазықтық деформация дейді. Мысалы, сондықтан да біз бүгін екінші тарау, ол нүктедегі деформациялық күйіне бастайын деп отырмыз. Егер бірінші бастайық, дене деформацияланса, мысалы, тағы да мысал келтіріп кетейік, енді кеңінен біз соғу операциясындағы екі жазықтық плита арасындағы денені отырғызу қарастырсақ, онда дененің әрбір нүктелері өзінің бастапқы орнынан жылжи бастайды, немесе орын ауыстырады. Біз бұл жағдайда тепе-теңдік күйде тұр деп қабылдаймыз денені, біз оны шарт өткенде біз теңдеулерді шығарған кезде, бірінші бөлімде тепе-теңдік теңдеулерді өрнектеген кезде, осы бізде негізгі шарт болған дене тепе-тең күйінде тұр деп қабылдаймыз, және тұтас түрінде жылжуға мүмкіндік жоқ деп қабылдаймыз. Сонда әрбір нүктені жылжу немесе орын ауыстыру тек қана дененің деформация нәтижесінен ғана іске асырылады дейміз. Және егер денедегі нүктенің бастапқы координаталарын біз X, Y, Z берілген сәтте бастапқы кезінде немесе ал соңғы кезеңінде соңғы сәтте X, Y, Z штрих деп қабылдаса, онда біз орын ауыстыру жылжуларын оңай келесі қатынастар арқылы анықтай аламыз. Сіздерге де жерде тағы да айтып кететін, еске салып кететін бір жай, ол мұнда да біз тікбұрышты X, Y, Z координаты жүйесінде зерттейміз деформациялық күйінде. Және тағы да алдындағындай жазықтық күйінде зерттейміз, және өске симметриялық деформациялық күйінде. Сондықтан да алдыңғы біз өткен тараумен бір қатар сәйкестігін байқауға болады. Міне осы UX, UY, UZ компоненттері координаты өстені проекциясы болып табылады, немесе оны жылжу, нүктенің жылжу, орын ауыстыру компоненттері деп атауға болады. Енді дененің пішін өзгеру немесе деформациялы тоқтап кетейік. Ол координаты өстерінің бойында дененің өлшемдері және координата жазықтықтарында қабырғаларға қарағанда бұрыштар өзгеруімен сипатталады. Егер элементарда, тағы да кешірім сұраймын, қайталап отырмын, бірінші тараумен сәйкестігін элементарлы дегеніміз дененің бөліп алған, дене көлемін бөліп алған куб немесе параллелепипед өлшемдері шексіз аз болады. Біз оны тағы да естеріңізге салып отырмын. Шексіз түбінде ол жаңағы осы координата басындағы нүктеге қарай ұмтылатындай етіп. Міне сол жаңағы элементарлық параллелепипедті біз дене көлемінде бөліп алсақ, олардың қабырғалары және X, Y, Z бойында ұзарады, немесе қысқарады. Оны біз сызықты дейміз, және осы параллелепипедтің қабырғалары аралығында бұрыштары да қиғаштанады. Немесе бастапқы кезде осы қабырғалардың арасында бұрыш 90 градус болса, ол жаңағы бір
Т уақыт өткеннен кейін сәтте оның арасындағы бұрышы қиғаштанады. Сондықтан да деформацияны біз екі түріне келіп отырмыз. Бірінші сол салыстырмалы ұзару, немесе қысқару, және бұрыштық дейміз. Угловая дейді оны. Ол қабырға арасындағы бұрыштардың қиғаштануы. Немесе біз ары қарай ығысу деформация деп атаймыз. Сонымен деформация компоненттері байқап отырсыздар. Сызықты, үш осьтер бойында қабырғалардың ұзындығын өзгеру және ығысу дейміз. Координата жазықтағандағы қабырға арасында бұрыштардың өзгеруі. Кейде мына жерде келтірілген ығысу деформациясын бұрыштық деп атайды. Оны біз келесі суретте байқауымызға болады. Мына жерде ұзару деформациясылары орын алып тұр. Төменгіде бұрыштық деформация және сызықтық деформацияларды эпсилон x, y, z деп белгілейміз. Ал бұрыштық ығысу деформация гамма x, y, z, zx. Сіздер байқап отырғандай индекстердің өздері бірінші тараудағы бөлімдегі кернеулердің индекстеріне сәйкес екенін байқауға болады. X, Y, Z дейді сызықтық деформация және бұрыштық. Осы суретті айтып кету керек. Сызықтық деформациялар тек қана ұзаруымыз, қысқарудан мүмкін тек қана таңбалармен айырмашылығы. Ұзаруды біз 10 таңбалы дейміз. Сығылу деформациясы теріс таңбалы дейміз. Ондай да болады. Оларды біз бір координат өсі бойында өзгергеннен кейін біз оны сызықтық деп атаймыз. Сызықтық деформациялар абсолютті және салыстырмалы болып екіге бөлінеді. Келесіде абсолютті деформация көрсеткіштері көрсетіліп отыр. Мысалы, X өсі бойында елдер қабылдасақ, айырмашылығын ретінде келтіріледі абсолютті деформация. Y өсінде біз V әрпімен келтірсек, онда абсолютті деформациямыз айырмашылық ретінде көріп отырсыздар. Және сәйкес Z өсі бойынша H әрпімен белгілейміз. Және жоғары айтып кеткенде, мен тағда бірінші тарауда айтып кеткенде деформацияда компонентті сіздерге назар аударыңыздар. Кернеу теңіздеріндегінде 6 және оларды компонент 6 және оларды матрица түрінде жазуға болады. Бұл жерде толық сәйкестігін байқауға болады. Кернеулі нүктеде кернеулі күйді. Тек қана жерде біз кернеу тензоры дейміз, бұл жерде біз деформация тензор деп атаймыз. Енді келесі міндет деформация компоненталарын осы алдындағы келтірген жылжу дейміз, немесе орын ауыстыру UX, UY, UZ арқылы өрнектеу. Мұнда конспектілерді орын ауыстыру деп, ол қате болмайды, немесе жылжу арқылы өрнектеу табылады. Ол үшін тағы да денедегі деформациялар, денедегі берілген немесе А, одан ешқандай қате болмайды. Нүкте маңында өлшемдері шексіз аз dx, dy, dz көлемін бөліп алайық. Және қабырғалары координата осьтеріне параллельді. Және оның төбесі осы бөліп алған нүктесімен дәл түсетіндей етіп сурет 7-2. Бұл жерде біз жаңағы бөліп алған элементарлы параллелепипедтің проекциясын қарастырып отырмыз. XOY координата, жазықтық координата жүйесіндегі проекциясын қарап отырмыз. Мысалы, мына жерде А деп келтірген, біз енді деп айтып кеттік. Дәл осы нүктемен дәл түсетіндей етіп нүктесі. Және мына жерде жазылған А нүктесі нүктесінің проекциясымен дәл түседі деп жазылған. Және қабырғалары шексіз аз деттік. dx байқап отырсыздар, dx, dy. Және А нүктенің координаталары
назар аударыңыз, x, y болып саналады. X, y болса а нүктенің координаталары ол бастапқы кезде бөліп алған параллелепипедтің проекциясы тік бұрышты болған кезде деформациядан кейін немесе берілген бір уақыттан кейін ол орнын ауыстырады. Нәтижесінде А нүктесі А штрих нүктесіне өтеді. Б штрих нүктесіне сәйкес Д штрих нүктесі С нүктесіне өтеді. Және осы берілген параллелепипед проекциясының қабырғалары ұзарады. Және қиғаштанады, қараңыздар. Жаңа жоғары айтып кеткен деформация түрлерін осы суреттен, жетіде екі суреттен байқауға болады. Бұрыштық деформация айқын көрініп тұр, мына жерде анық көрініп тұр. Және сызықтық деформацияны байқауға болады. Егер ұзындығы мен көрсетіп тұрмын, А баға тең болған кезде деформациядан кейін, дене деформациядан кейін А штрих Б штрихқа тең болатын байқауға болады. Немесе қазір қысқаша сіздерге тұжырымдап кетейін. Бастапқы кезде А, Б, С тік бұрышты болса, бір қатар уақыттан кейін дене деформациядан және нүктелері осы бөліп алған дене нүктелері А штрих, Б штрих, С штрих, Д штрихқа өтеді. Дененің қабырғалары ұзарады және қиғаштанады. Мына жерде мен енді оларды мен айтып кеттім. Сіздерге тек қана өзіндік жұмыста сіздерге Платон бағдарламасындағы конспектілеу ғана қалады. Мына мен жерде айтып кеттім. Мына мысал тағы да қайталап келсе А нүктесі UX және UY жылжуын алады. Және М нүктесін мына жерде назар аударатын жер мен бөліп қойдым. Координациясы функциясы болып табылады. Жылжулар. Мына жерде келтірілген UX, UY, UZ, UBX, оны қазір біз тағы да барамыз. Бұл жылжулар, орын ауыстырулар қабылданған координата жүйесінің үздіксіз функциясы болып табылады. Немесе берілген жағдайда бәрбір аргументтердің туындысы бар, алуға болатындай етіп. Мысалы, UX функциясы мына fx, y, z десек, оған UBX жылжуы, деформациядан кейін оның функциясы мына x плюс dx, y, z келтіруге болады осы функция ретінде. Енді мәндері шексіз аз жоғары тәртіпті мүшелерін ескермесек, осы x өсі бойындағы B нүктесінің жылжуы А нүктесінің жылжуынан x өсі бойындағы дельта x ұзындығындағы функциясын өсімшесі бойынша айырмашылығы болады. Немесе қарапайым тілмен сіздерге түсіндірсем, біз оны кернеулі күйде сигма x кернеуін өзгерген кезде бізді ол жерде айттық қой, сигма x кернеуі x, y, z координат өстерінің үздіксіз функциясы болып табылады дегенбіз. Абылында тек қана кернеудің орнына біз жылжуларды айтып отырмыз. Мысалы, мына жерде UBX жылжуымыз UX жылжуынан айырмашылығы мына жерде мен көрсетіп отырмын. DUX по DX, DX мәніме бойынша айырмашылығы болады. Осыны мына жерде біз күрделендіріп келтірілген конспектіде. Емесімен жазылып отыр. X өсі бойында B нүктесінің жылжуы, A нүктесінің жылжуынан осы X координат өсі бойындағы DX ұзындығында функциясының өсімшесінің мәні бойынша функцияның өсімшесі мәні бойынша айырмашылығы болады. Ол функциясының өсімшесі мұны DUX по DX, DX шексіз әз мәніне айырмашылығы болады. Дәл солай біз UY-ге де айталамыз. UBY жылжуы UY жылжуынан ол да шексіз аз функцияның өсімшесінің айырмашылығынан тең болады. Және тағы да басқаларына біз жаза аламыз. Сондықтан да біз UBX-ті жылжуын UX
жылжуу аркылуу өрнөктөп отырмыз. Енді міне осыдан келесіні барайық. dx қабырғасын AB ұзындығында салыстырмалы ұзаруы EX деп белгілейміз. Келесіге тең болады. Мына жоғарыда келтірілген UBX азайтылған UX бөлінген DX межеденде қысқартулар бір қатар UBX-ның орнына жоғарғы мәнін қойса, бір қатар қысқартуға өткізген соң X өсі бойындағы салыстырмалы ұзаруымыз EX, UX пода X-ке тең болатынын байқауға болады. Дәл солай біз басқадай екі координат өсі бойына жаза аламыз. Ол Y және Z. Координат өсі бойынша тастап. Мына келтірілген қатынасқа назар аударыңыз. Қазір мен тағы да суретке барып, сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп кетемін. Мына жерде EX дегеніміз қалай салыстырмалы ұзару, абсолютті салыстырмалы ұзаруымыз. Ол бастапқы кезде ұзындығымыз мына жерде dx болды. dx болды. AB ұзындығы деформация дейміз, ұзындығы A' B' болып анықталды. Бұл жерде біз UBX азайтамыз UX және бөлеміз dx-ке. Мына жерде dx-ке бөлген кезде салыстырмалы ұзаруына анықтаймыз. Енді салыстырмалы ұзаруын анықтау үшін AB мен H'-ның айырмашылығын анықтауымыз керек. Ол нешеге тең? dUX UBX азайтылған UX болып келеді. UX болып барады. Минус dx болған кезде сол жаңағы жоғарғысына числительдегі мәні шығады. Және бөлеміз бастапқы. Салыстырмалы дегеніміз абсолютті айырмашылығын бастапқы ұзындығына бөлеміз. Нәтижесінде біз X өсі бойындағы EX салыстырмалы ұзару мәнін анықтап отырмыз. Ол енді айтып кетсек dUX пода X дейді. Дәл солай біз тағы да айтарлап кетейік. EZ-ді. Енді ол анықтағанымыз ол салыстырмалы ұзару немесе қысқаруда. Бұл жерде айтып кетіп отыр деформациясы деп дейміз. Енді бұрыштық деформацияға көшейік. Бұрыштық деформацияны анықтау үшін біз келесін алдымен келесін жазуымыз. Тангенс альфа X қатынасын жазуымыз керек. Енді ол шексіз аз, денеміз шексіз аз болған кезде тангенс альфа X Y-ді біз альфа X Y деп жазуымызға болады. Немесе міне Y-із. Сондықтан да осы тангенс альфа X Y-ді қатынасына көшейік. Суретте альфа X Y дегеніміз міне келтірілген. Ол қатынасты тангенс қалай анықтай аламыз? Міне DU BY мына жерде назар аударыңыз. Мен айтып отырайын, кішкене нашар көрсетілген. Мына ұзындық, мына қатынас, мына катетті мына қатынасын тангенс альфа деген екі катеттің қатынасы ғой, үшбұрыштың. Біз қазір мына үшбұрышты қарастырып отырмыз. Осы үшбұрышты қарастырған кезде екі катет қатынасты қалай анықтаймыз? Біз OBY азайтылған OY және мына H'-B' қатынасын бөліміміз керек. Оны біз қалай анықтаймыз? OBY қосылған dx азайтылған UX. Қазір осы жерде назар алыңыздар. Қазір оны біз жаңа формула ауырған кезде тағы да біз оны пайдаламаны OBY жаңа сіздер ұмытпасаңыздар. Азайтылған OY, UBX, dx азайтылған UX. Және бір қатар OBY, UBX-ның орнына шәйкес мәндерін қойсақ, мұнда да UBY-дің айырмашылығы UY-ден шексіз аз мәніне тең. Осы сәйкес мәндерін қойғаннан кейін бір қатар қысқартулар өткізген соң
альфа y x'тен болады dx под y. dx под y. Альфа xy алдында dy под x және қосындысы нәтижелі деформацияланған кезде екеуінің қосындысынан кезде гамма xy мұны келесіге тең болады. Екеуінің dx под y қосылған dy по dx. Дәл осылай біз элементарлы параллелепипедтің басқа да екі проекцияларын жаза аламыз. O, y, z, оны көрсетпеуге болады, координаты басып болғаны o, z, x. Өйткені біз элементарлы параллелепипедтен біз жаңағы айтып кеткен, қарастырып кеткен жері o, x, y проекциясына түскен жазықтық қарастырдық. Дәл солай біз екі басқадай координат өсінде проекциясын ала аламыз. Ол жаңағы o, y, z және o, z, x нәтижесінде біз тағы да y, z компоненттері және ағысулар бұрыштық деформациясы жаза аламыз. u, y, z, u, z, x бұл теңдеулерді Каши теңдеулері деп атайды. Каши дегеніміз мен өткенде де көп айтып келе жатырмын. Бұл француз ғалымы. Француз ғалымы Каши дегенім осы теңдеулерді бізге бірінші берген, сондықтан да соның атауы берілген. Осы алынған деформация компоненттері дәл кернеу теңізіне 9. Байқап отырсаңыз 3 сызықты және 6 ағысу. Толық сәйкестік байқауға болды алдыңғы тақырыптармен. Сызықтық деформация мына жерде келтірілген. Сызықты деформациялар нормалды кернеулеріндегіндей, ал ағысу жанама кернеулеріндегіндей. Және біз олардың индекстерді болады. Бірде индекстерді болады. Осы барлық деформация компоненттері біз кесте түрінде келтіре аламыз, немесе кешіріңіздер жерде сәйкес кернеу теңіздерінде бірақ біз деформация теңіздер дейміз. Деформация теңіздер деп жатырмыз. Олардан әрі қарай сіздерге оңай болу керек. Симметриялы болады. Симметрия болады және оны біз жаңа симметриялық ескерсек келесі түрде жазыламыз. Және алдыңғы кернеу теориясындағы әрбір нүктедегі деформация бас өстерде болады. Бас қабырғалары ұзарып тек қана сығылған кезде бас деформациялары болады. Немесе дене қиғаштан баса тек қана ұзару қысқару орын алса болады бас деформация. Деформациялық күйінің 3 инварианттары болады. Инварианттар дәне біз толық кернеу теориясындағындай мәліметтерді толық мұнда біз әкеліп толық пайдалана аламыз зерттеген кезде деформация. Мұны сондықтан да мен осымен қысқаша ғана осы нүктедегі деформациялы күйін аяқтап отырмын. Өйткені сіздер өздеріңіз байқағандай алдындағы тақырыптармен толық сәйкестігін көріп отырсыздар. Біз әрі қарай біз жеңіл болады деп ойлаймыз. Сондықтан да біз осы тақырыпты бүгін мен аяқтаймын осымен.